Бәріне сәлем. Мен есімім Ақерке, 7-ші курс интерн медикпін. Бүгін сіздермен мен 6-ші курста болған Түркиядағы стажировкадағы жағдайлар жайлы бөліскім келеді. 6-ші курстың 2-ші көктемгі семестрінде сессияны бітіре салып, біз Түркияға жаңағы 6 айлық оқуға кеткен болатынбыз. Яғни кәдімгі Қазақстандағыдай сабақтарды Түркияда оқуға кеттік. Бірақ ол жақта жаңағы 6-ші курс интерндері тек 1 жыл ғана оқиды, яғни қазіргі біздің системаға олардың системасы бұрын келіп қойған екен, яғни оларда 5+1, бізде менде қазір 5+2 ғой, сондықтан олардың жаңағы 1 жыл оқитын интерндермен барып оқып келген болатынмын. Енді ол жақта біз акушерия, гинекология, лорды, хирургияны және де педиатрияны өткен болатынбыз. Сол пәндер бойынша біз сол жақта 6 ай оқып, жаңағы тәжірибе алмасып келдік десем де болады. Ол жақтағы интерндардың ерекшелігі, олар жаңағы ешқандай емтихан тапсырмайды, біз сияқты сессия деген тапсырмайды, тек белгілі бір пәнге барады. Мысалы, педиатрияға барады, педиатрда ночқа түседі, поликлиникасына барады, стационарына барады. И сол жерде жүріп жаңағы анализ алады, одан кейін тағы не істейді олар? ЭКГ қояды, анализ алады, и документтерін толтырады, сондай жұмыстармен айналысады да, и соған байланысты оларға балл қойылып беріледі. Және де жеткілікті түрде жақсы балл беріледі негізі оларға, бірақ оларға балл маңызды емес, тек жақсы өттін деген бағаны қойып берсе болғаны. Сол бағаның барлығын алып, олар диплом алатын болады. Және де олар резидентураға түсу үшін біз сияқты жаңағы тест тапсырады. Олар бірақ жалпы тест тапсырады екенді, мысалы, өткен пәндері бойынша терапия, жаңағы анатомия деген сияқты пән тапсырып, сол бойынша алған балы қайсысына жетеді, соған түседі. Одан кейін оларда интернатурада оларға 250 мыңдай стипендия беріледі екен интерндерге, және де ол барлығына бірдей беріледі екен. Яғни интерн болып жүрген студенттің барлығы сол ақшаны алады. И сәйкесінше олар мысалы айына 5-6 рет кезекшілікке түседі. И кейбір жаңағы бар, педиатрияда мысалы біз 24 сағат түссек, ал кейбіреуіне тек 12 сағат түстік деген сияқты түнгі кезекшіліктерге. Ең бірінші біздің барған жаңағы пәніміз ол лор болды. Лорда негізінен интерндар емес, көбінесе 5-ші курстар жүреді екен. Ал интерндердің көбісі оны жаңағы таңдаулы пән ретінде жаңағы неғылмайды екен да, типа өздері таңдайды ғой, қандай пәнге барады, ал олар көбінесе лорды таңдамайды деген себебі олар 5-ші курста лорды міндетті пән ретінде өтіп кеткен екен. Одан кейін біз 5-ші курстармен жүрдік, олар лорда ондай кезекшілік, лор мен урологияда ондай кезекшілік деген түнгі кезекшілік болмады. Тек күндіз жаңағы барасын, операция болса операциясына қатысасын, и оларда стационар поликлиникаға көп студентті қажет етпейді екен, тек операциясына кіріп, операцияларын көріп, одан кейін қайтып жүрдік. Таңғы 8:30-нан бастап операция басталынады. Біз Қазақстаннан 5 қыз, сол именно жаңағы 5 қыздың пәніміз бірдей болды, 5-еуіміз де операцияға кіріп тұрдық. 2-3 операция бөлмелері болды. Соған екі-екіге бөлініп, солай барып, операцияны көріп, потом қайтып кетіп жүрдік. Осылай 2 апта сабағымыз жалғасты. Жалпы біз лор кезінде көбінесе жасалынатын операциялар ол ринопластика, яғни мұрынға жаңағы түріктердің, күрттердің мұрны былайынан мына шеті шығыңқы, потом бір ебедейсіздеу, енді Құдайдың жаратқаны, сондай мұрындарын өздері өзгертеді екен, жаңағы мына жерін тік қылып, мұрындарын үшін сәл көтергізіп қойып, сондай ринопластика жасады. Потом не болды? Аденоэктомия, танзилоэктомия болды. И мастоидектомия, яғни мастоидитке күдік туған кезде ашып көреді, жаңағы өзгеріс бар ма жоқ па деп. Сол операцияларды жасады, соларды жаңағы 2 апта көлемінде сол операцияларды көріп жүрдік. Одан кейін бізде кадындоум
акушера гинекология басталды. Бұл кезде біз жаңағы айтып өткен 3 бөлімге де бардық. Мысалы, поликлиникасында да отырдық, бірақ біз көп поликлиникасында болмадық, тек бірінші күні ғана болдық. Поликлиникасында барады студенттер, одан кейін интерндер стационарға барады, яғни жаңағы 2 палата болды, яғни біреусі жаңағы реанимационный сияқты кесарево сечение жасалынатындарға дайындық, жағдайы ауырлар жататын жер, ал одан кейін палатаға шығып жатады. Сол екеуінде де біз бағанағы көріп, кезекшілікке қалып, солай жұмыс істедік, және де соңғысы операция болды. Менің ең көп жаңағы көрген жерім енді жаңағы қарқынды терапия бөлімі мен операция болды. Қарқынды терапия бөлімінде жаңағы айтып өткендей қауіпті жағдайлар бар ғой тууға, соларды және де үлкен жастағы әйелдердің миомэктомия жасалынды, солардың жағдайлары сәл ауырдау болды, солардың барлығы қарқынды терапияға жатты, соларды көрдім. И ең бірінші өмірімде кесар тілігімен босануды мен сол Түркияда көрген болатынмын. Кесар тілігін қалай кездейсоқ көріп қалдым. Сезариан деп айтылады да оларда. Сіз сезариан деген не ол деп түсінбей тұрмыз ғой. Бізде кесар тілігі немесе кесарево сечение десе сразу түсінеміз ғой. Сезариан деді, сөйтіп переводчикке салып көрсем, сөйтіп кесар тілігі деген жазылған екен. Дедік та сразу операцияға бардым. Операцияға барып, сол жерде қалай тудырып алғанын көрдім. Енді одан кейін білмеймін, кесар тілігі дегенге бүйтіп X қойдым ғой мен прям ше. Бәріміз ойлаймыз ғой, типа кесар тілігі ол жеңіл босанасың, қиналмай босанасың дейінші, қиналмай босанасың, жатасың, ішінде ашады, бағанағы алады, салат болды деп ше. Бірақ мен ана жердегі процесті көргеннен кейін оның жаңағы қандай ауыр процесс екендігін көрдім да, и білмеймін, ана әйелдерге жаным ашып кетті ше. Себебі олар қайта-қайта бір жер тіле бермеу керек та, оларда жаңағы жатырдың қабаты жұқарады, оған тігіс салынады, қан кетеді, өте қиын жағдай ше мен үшін. Білмеймін, одан кейін қалыпты босануды көрдім. Қалыпты босануда нормальный болды, просто бір жерінен тіліп жіберді. И оның тігісін ұзақ уақыт алды. Ана елге жаным ашыды, бірақ бала туылған кезде прям көзінен жұлдыздар шығып, дәшана өзім туғандай болып кеттім ғой, білмеймін, ана жерде. Сондай қызық болды мен үшін. Сосын ол кезде ол жерде бір ай жүрдік. Бір айда біз неше түрлі адамдарды көрдік, неше түрлі операцияларды көрдік, неше түрлі дәрігерлерді көрдік дейікші. Біреулер болады өте мәдениетті дәрігерлер ше, қаяқтан келдің? Мен бұрын Қазақстанға барғанмын, осы жерлерде көргенмін, болмаса Қазақстан көршісі Өзбек еліне барғанмын деген сияқты ше. Ал біреулер болды, Қазақстан десе, Өзбекстан, Кыргызстан деп андай мұрнын шүйіре қарайды дейікші. Қазақстанда не оқу жоқ па, сосын келдіңдер ма деген сияқты темаларды айтылады да. И өз интерндерінен сұрамай, сұрақты маған қояды, бүйтіп, мынау не дейді. Бүйтіп анатомияда өткен бір бәлемді айтып берген ем, сосын деді да, өзінің интернінен сұрайын деп тұрды, сұрамады бірақ. Сондай жағдайлар көп болады. Сондықтан шетелге шығатын кезде міндетті түрде білімді болып барыңыз. Себебі сіздің біліміңізге, мәдениетіңізге қарай Қазақстан туралы оларда ой пікір қалыптасады да. Одан кейін ол жерде біз көбінесе жаңағы миомалардың, гигантский миомаларды көрдік деп айтайыншы. Енді жатыр деген кішкентай денеден мынанша миома шыққан кезде мен шок болдым прям ше. Мә деп ішінен бала туғандай болды, даже баланы салмағаннан аз болды да ана миомалардан. Сөйтіп қыз балалар әсіресе миомаңыз болса ертерек емделуді сұраймын. Себебі жаңағы кесар тілігін жасалған кезде қосымша миомалар да шықты. Операция жасайтын миомаларды операциямен алып тастады, ал операция жасалынбайтын сол күйі қайтадан салып жіберген жағдайлар да болды. Одан кейін бір қыздың жаңағы жыныс еріндерінің бір бетінің гематома пайда болған. Прям жыныс ерні біреуі бүйтіп тұрды, ал екіншісі былайына ішіне қан толған. Соны ашып, қанын ағызды, қайтадан тіге салды сол жерде. Енді ойлаңыз ананы. Біреу былайынан, білмеймін. Мен үшін акушер гинекология деген сәл андай, қандай десем болады, бір жағымсыз болды, шынымды айтайын. И потом
ер адамдар, конечно, болады істеп жүрген, операцияны көп істеп жүрген барлығы ер адам, тек бір әйел адам ғана көрдім. Одан кейін пациенттерде андай әйел адам қараса бүйтіп қарай ма, түсінбедім мен сол, білмеймін. Жалпы гендерлік дискриминацияға мен мүлдем жаңағыдай қарсымын ше. Әйелдер де кем емес қой еркектерден білімі жағынан негізінде. Сосын тағы не көрдім? Көбінесе сол жағдайларды көрдім. Кейде жалпы хирургияның операцияларында олар жасап жүрген кездер болды. Мен түсінбедім, не үшін акушер-гинеколог. Мүмкін өзінің танысы шығар деп ойладым да, сонымен ладно дей салдым. Типа олар айтады, біздің міндетіміз қандай ауру келіп тұрса да біз операция жасай алуымыз деп, бірақ бұл больница ғой, жалпы хирургия бөлімі бар ғой деген сияқты көзқарас таныттық. Сосын акушер-гинекологияда тағы өкінішке орай бір өлімді көрдік. То есть ол пациент жаңағыдай жағдайы ауыр болып жатты, қызым босанған, палатаға шығарғаннан кейін қайтыс болып кеткен. Енді ол жаңағы әйелді көрдік қой, бірақ қайтыс болған кезін көрмедік. Потом еще ең қызығы бізде лор бөлімінде болды. Енді сіздер мына жерде медиктер отыр деп ойлаймын, сондықтан сіздерге айта берейін. Лор бөлімінде жаңағы қалқанша безінен биопсия алу керек болды. Потом пациент жай ғана биопсия, жеңіл операция, ең операцияның оңайларының бірі ғой олар үшін. Потом әлі бағанағы наркоз, анестезиологтар пациентті ұйықтатып жатыр маскамен, потом несін интубациялайын десе, не кірмейді ғана жерге аппараты. Ашып жатыр, ауа жетілмейді, сосын болмайды мына шетке не трахеостомия жасау керек деді. Потом оған операция жасайтын дәрігерлер де дайын емес еді. Сіз аналар бүйтіп тіліп жатыр, анаған басып көреді, ішіне кірмей жатыр, ауа әлі бармай жатыр трахеяға. Сөйтіп, ойбай, ана жерде кино денем түршігіп кетеді сол оқиғадан ше. Потом бізде главный операцияға жауапты профессор болады, және оның қол астында 2 резиденті болады. Резиденттер трахеостомияға дайын емес еді ғой. Трахеостомия жасап жатыр жаңағы тілігін істеп неғып жатыр. Енді олар да өздері шок болып тұрды. Дәрігерлер біз не шок болып тұрмыз. Сөйтіп сонымен кім? Дәрігер жүгіріп келеді. Ана жауапты профессор ше. Сөйтеді, сонымен жүгіріп келеді, и потом қолғап бер дейді. Ана қолғап мә деп бағана медбрат бере салады. Ана кигізбейсің ба деп ашуланып, ана қолын бүйтіп тығады ана жерге. Сөйтіп тыққаннан кейін бүйтіп көреді, әйтеуір. Сөйтіп аналар анестезиологтар 20-30 шақты анестезиолог келеді, не жасайды ғой үстіне. Жүрек өкпе реанимациясын жасап жатыр. Ана ауа береді, жаным түршігіп кетеді ол жағдайда ше. Көз алдымнан кетпейді, прям сол жағдай. Потом істеп жатады, ананы бүйтіп несін бүйтіп көтеріп жатады ше. Сөйтіп кино болып жатыр ғой. Бізге ана жерде біз миымызға кіріп шықпаған ғой, почти бағана клиникалық өлім көреміз деп ше. И потом ана жерде сызық, асистолия болады. Маған сызық деп өлтіремін ғой мен де. Асистолия болып жатады, потом одан жүрек өкпе реанимациясын жасап жатады, аналар ауаны тез істеп жатады. Енді біз қасына жақындай алмаймыз, себебі ол кезде көршінеден тағы бір профессор келеді. Адам көп болып кетеді, шынымды айтайын, ана жерде 40-50 адам болып кете ма ше. Бүйтіп қоямын ғой мен ішімнен. Біз көмектесейік десек, мына жақтың бәрі дәрігер ғой, мен қай жағыма көмектесем деген ой болады. Қайтып көмектесем, бірақ мен өзім хирург емеспін ғой деген сияқты. Сосын біз бұрышта бүйтіп, енді аналарға кедергі жасамайық деп, біз бұрышқа бүйтіп тұрмыз ана жерде. Сөйтіп кейін ауа тарылып кетті, сендер шығасыңдар ма дейді бізге. Сөйтіп біз жаңағы 5 студенттің 4-еуі шығып кетеді, біреуі қойшы мен көрем қалам дейді да, сонымен қалады. Сөйтіп сонымен уже кейін жағдайы тұрақталады, ана кісінің жағдайы тұрақталады да, сонымен неге палатаға шығарып жібереді, мойнынан биопсия алмай. Сөйтеді, өте андай тяжелый дем болады, күн болады да, себебі ол кезде
операция көп еді, бір 4-5 операция ма сондай еді, кезектен тыс операциялар еді. Олар басқа күнге қалдырса, уже праздник басталды ма, бір бәле болатын еді. Басқа күнге қалдырмай, осыны тез-тез істейік та, қалғанын істей саламыз ғой деп ойлаған тұғын олар. Ана кісіден кейін операцияның бәрін атымен қылды, бәрі өздерінің парақтарын жұмыстармен қалды. И потом ол жерде бір не болды, жаңағы денесінің бәрі полный жаңағы анестезияда жатыр ғой, сен оған жергілікті анестезияны не үшін не аласың беріп деді да. Сөйтсе анау хирургтар айтып жатыр да, типа біз қабаттарының ашылуы үшін керек ол денесі полный наркозда анестезияда болса да біз жергілікті істеуіміз керек, ол операцияға міндетті түрде деп сөйтіп сол кез есімде қалған. Және бұл біздің ең соңғы лордағы күніміз еді. Жаңағы айттым ғой, 15 күн лорда жүретін едік, соның соңғы күні еді лордағы. Сонымен солай бітірген болатынбыз. Жаңағыдай андай жағдайды өмірімізде көрмегенбіз ғой біз. Қазақстанда ондай жағдайды көрмеген соң, ана жақта өзіміз шок болып тұрдық. И дәрігерлердің өзін қалай ұстағанын да көрдік. Сондай жағдайлар болып тұрады екен. Чисто ойлап жүргенбіз, на расслабоне өтеді бәрі деп бейді. Сол күнгі оқиға прям әлі есімде. Пациенттің телосложениясы, дәрігердің жаңағы жүгіріп келгені, бетіндегі эмоциясы, бүкіл эмоциясы. Сөйтіп сондай жағдай болған. Ең бастысы науқас аман қалды, соған шүкір. Шынымен де шүкір еттік. Одан кейін енді дәрігерлер де үнемі қасында жүретін шығар енді, білмеймін. Потом енді жаңағы акушер гинекологиядағы интернмен болған әңгімені айтайын да мен сіздерге. Жалпы ол жерде бізге бағаны негізі профессор қою керекті, бағаны бізге. Ал именно акушер гинекологияда бізге резиденттер қоятын болды бағаны. Біз кім жауапты екенін білмей жүрдік. Сонымен бір күні біз жаңағы қарқынды терапияда отырамыз. 5 адам, 3 түрік, 2 қазақ қыз болып, сөйтіп онда біз кеттік операцияға, ақыры пациент жоқ екен ғой дейміз. Себебі қарқынды терапия бөлімінде пациент көп болмайды, яғни сол күні именно 3 пациент болды. Потом бізге КТГ жасайтын адамдар болды. КТГ жасауға жоғарыдан қарапайым палатадан келіп түсіп КТГ-сын жасатып кетеді да. Потом біз қарап тұрдық та, қошында операцияға кеттік, ақыры ненің бәрін өздерін істеп жатыр екенсіңдер дедік та. 2 қазақ қыз, 1 түрік болып операцияға кіріп кетеміз. Операцияға кіргеннен кейін арасында 2 операцияның арасында үзіліс болады ғой. Сол кезде біз барып банағы демалу бөлмесінде отырамыз, дәрігерлер ғана демалу бөлмесінде. Кейін бізге қадалып қалған түрік қыз іздейді ғой. Сендер қай жақта отырсыңдар деп. Сөйтіп біз операция қазір бітті, мына жақта сыртта дедік, мына жақта жүрміз дедік. Сөйтіп менің арқадашым, досым айтып жатыр, сендер операциядан жана шығып кетіпсіңдер ғой деп. Сөйтіп сонымен ой қойшы дедік та, сонымен 2-ші операцияға кірдік. Сөйтіп операцияның үстіне кіріп тұрған. Ана бала ештеңе істеп жатқан жоқ. Негізі өздерінің интерндары документті алып келіп әкетіп, пациентті алып келіп әкетіп, сондай қызметтерді атқарады. И потом кейде ана патологияға апарады, ана жерде масканы түзеп жүр десе, маскасын түзеп жүреді, очкиін түзеп жүр десе, очкиін түзеп жүреді. Кейде ассистенттің рөліне деп алады да оларды. Бізді де алған кездер болды. Потом бірақ енді біз қатты ол кезде басында түрікшені қатты білмейтін едік қой. Типа қарапайым тілде сөйлесе аламыз, бірақ медициналық тілде сөйлесе алмаймыз да. Сонымен анашетке түрік интерн операция біткен соң біз қазақ қыз екенбіз, сағат 4:30 ба, білмеймін, или одан ерте ма, сонымен қойшы онда кеттік, операция бітті ғой ақыры деп, операцияның соңғы тігістерін салып жатқан кезде шығып кетеміз. Сосын жаңағы түрік интерн қыз бізді іздейді. Сендер қайдасыңдар дейді, операция бітті, сонымен біз шығып кеттік деп айтамыз. Сонымен ана қыз, сендер неге кетесіңдер, сендердің кетуге құқыларың жоқ, сендер жұмыс істеулерің керек, Қазақстанға не дейді, кет онда өзінің Қазақстанына деген сияқты әңгімелер жазады. Сонымен қош, не болса ол болсын, енді артында бір
жарты сағат қалған кезде қайттан барып тұрмаймыз ғой дедік та, сонымен бармадық. Сөйтіп ол, оказывается, резидентке айтқан екен. Резидент ана общий түріктің резиденттері біз бар, интерн бар, бүкіл чатқа жазады ғой, бүйтіп мынанша сообщение. Қазақстаннан келгендер, сендер бұл жаққа жұмыс істеуге келдіңдер, сендердің міндеттерің бүкіл интерндікмен бірдей, не деген, бәріміз бірдей тең деңгейде жұмыс істейміз, болмаса кетіңдер өздерің қазақстандарына жұмыс істегілерің келмесе, деп бла-бла-бла-бла, как будто біз оған міндеттіміз. Вообще біз өште жұмыс істеген кезде просто қағазын алып кел, апарып кел, сондай жұмыстар береді ғой. Енді түсінбей тұрған интернге не береді олар? Операцияны кесуді бермейді ғой сразу. Сонымен жазады. И потом келесі күні біз сабаққа уақытылы барамыз, 8:30-да, 5-те ровно қайтамыз, сөйтіп жүрдік. Сөйтсек, ана түрік еще біздің позорымызды шығарғанмен қоймай, сенің қыздарыменен келіп кешірім сұрамады деген ғой. Біз не үшін кешірім сұраймыз? Негізі өздері операция біткеннен кейін, қалыпты жағдайда операция біткеннен кейін, мысалы операция 3-те бітемі, именно операционныйдағы интерн үйіне қайтады. Ал жаңағы терапия бөлімдегі, палатадағы, поликлиникадағылар, олар қашан жұмыстары, мысалы 5-те бітемі, 5-те қайтады. Ал мынау тіпті операция 11-де басталып 12-де бітіп қалса да, анау операциядағы адам қайтып кетеді негізінде. Жоқ, бірақ именно бізге ертерек қайтуға болмайды екен, оказывается. Не үшін екен өздері де білмейді. Сонымен олар да бағанағыдай ұлтшылдық қасиеті оянып кетті, походу, деген. Сонымен ана қызды до конца жизни, до конца жек көріп кеттік. Сонымен көрсек нервім ойнайды. Еще біздің атымызды жаттап алған ғой, Ақерке деп. Сонымен ол как будто сөйлеп отса, тупо игнорить еттік та ол қызды, қандай болса ондай бол деген сияқты. Себебі білмеймін, именно өзіміз отбасымызды сағынып жүрміз, бөтен елдеміз, медицинаның тілін онша қатты түсінбейміз. Сол кезде ол бізге қатты давка болды да. Сонымен білмеймін, не үшін келдім Түркияға, одан да қыдырып келгенім жақсы еді деген сияқты сезімдер болды. Шынымен ондай кезде қасында отбасын жоқ, қатты бағанағыдай жақының жоқ, сен түсінетін адам болмайды, прям жылағын, как будто шетелдегілер сол кезде түсіндім ғой мен. Байқұстар андай сырттарынан жайнап жүргенмен елін сағынып, жерін сағынып, еще андай мұғалімдерді, бағанағы студенттерді көрген кезде прям жылағын, как будто. Иә, бұл ситуацияда мен өзімді жертва қылып көрсетпеймін. Шынымен де менде қателігім болды. Жаңағы таяқтың екі ұшы бар сияқты, қателіктің де екі жағы болды. Өзім қателігім білем. Сабақ жаңағы операциядан шығып ерте қайтып кеткендігім, бұл жерде менің қателігім болып тұр. Ал олардікі жаңағы бізді аңдып жүрді. Олар типа не үшін сендер ерте қайтасыңдар деген сияқты ше. И потом операциядан 5 минутқа шығып кетсек те қайдасыңдар деп сұрады. Операцияға қайттан кірсек үндемей қалады. Сонымен ана бала да өсекші бала екен деп жыны шығып кеткен ба. Сонымен барлығы идеальный емес, айтқым келгені. Ондай жағдайлар болып тұрады шетелде жүргеннен кейін. Сөйтіп осы екі пәнді аман есен бітірген болатынбыз. Енді уақыт ұзап кетті. Екінші бөлімін бөліп салайын.